Қайырлы күн. Мен Бейбітханұлы Бегарыс, Еркіншілік мектебінің оқушысы. Сіздердің назарларыңызға мектебіміздегі Атамұра тарихи өлкетану музейінің құрылу тарихы жайлы ізденіс жұмыстарымен таныстыратын болам. Жұмысымды ең алдымен музейіміздің негізін қалаушы мектеп директоры Исатаева Бақыт Ғаппасовадан сұхбат алудан бастадым. Мен сізге сұрағым, өткенді сақтап, музей ашуға сізді не шабыттандырды? Егер біз өткенімізді сақтамасақ, болашағымызды қалай құрамыз? Мен мектеп директоры ретінде осы сұраққа жауап іздеп, мектебімізде тарихи өлкетану музейін ашу туралы шешім қабылдадым. Бұл музей туған жеріміз Еремен елінің, Еркіншілік ауылының тарихын, дәстүрін және табиғатын танытатын маңызды орынға айналды. Музейде табиғат бұрышы да бар. Қазіргі таңда біз оны дамытып, экологиялық бағытта күшейтіп келеміз. 2019 жылдың 1 наурызында музейіміз ашылды. Кейін 2020 жылы біз виртуалды музей жасап, бүгінде жасанды интеллект технологияларын енгізудеміз. Интерактивті экскурсиялар мен цифрлық мүмкіндіктер арқылы оқушылардың экологиялық тұрғыдан санасын және өлкетануға қызығушылығын арттырып отырмыз. Бұл жай ғана музей емес, бұл өткеннің үні, бүгіннің тынысы және болашаққа жол деп білеміз.